Таңертең бала ешбір жұмыссыз үйде отырды. Түскі асты ішетін уақытта шешесі ет пен сорпа келді. Бала сорпаны татып қарады да: "Бүгін сорпа дәмсіз екен" деді. Шешесі айтты: "Ол дәмсіз болса, кешке дәмді сорпа пісіріп беремін" деп. Түскі тамақтан соң әкесі шөп тасыды. Баласы аттың басына мініп, шөптің төбесіне шығып, бек шаршап, кешке үйіне келді. Кешкі тамаққа түстен қалған сорпаны нанды дастарханның үстіне қойды. Баласы сорпаны татып байқады да: "Түстегі сорпадан мына сорпа дәмдірек" деп. Сонда шешесі айтты: "Ол түстегі сорпаның қалғаны еді. Саған бұл сорпаның дәмді болғаны. Сен түстен кейін жұмыс қылып бек шаршадың. Таңертең ешбір жұмыссыз үйде тек отырған соң ас саған дәмсіз көрінді" деп.